Астаналық кәсіпкерлер қарияларға арнап қайырымдылық шарасын өткізді. Елорданың 100-ге жуық егде жастағы тұрғындарына қаланың мәдени көрнекі жерлерін аралатып, мерекелік дастархан жайды. Ән шашумен әрленген отырыс сыйлықсыз болмады, тілшіміз тарқатады. Ұстаздар мерекесімен тұспа-тұс келген қариялар күнінде Астана қалалық физика-математикалық мектеп қабырғасында қайырымдылық шарасы өтті. Қарияларым қазынам атты бұл акция елордалық жас кәсіпкерлер Шынар Болсамбекова, Кирилл Кириченко және мәслихат депутаты Саят Пәтпеновтың мұрындық болуымен өтті. Еліміздің тәуелсіздігіне 25 толуына орай қозғалысымыз 25 игі іс бастамасын бастады. Біз бүгін қарттарға арналған шара ұйымдастырдық. Ол кісілерге қаланы аралап, жаңа нысандармен таныстырдық. Соның ішінде жаңадан ашылған Республикалық физика-математика мектебі де бар. 100-ге тарта қарттарды шақырдық. Олардың көбі ұстаздар. Енді бүгін екі мереке қатар келіп тұр. Жиылған қарияларға білім ордасы оқушыларының дайындаған шағын концерттік бағдарламасы ұсынылды. Көңілдері бір желпінген зейнеткерлер алғысын айтып, ағынан жарылды. Жақсы қыз жағыңдағы құндызың, жақсы ұл аспандағы жұлдызың дейді. Міне сол жұлдыз бенен құндыздардың арасында шал кемпірлер демалып, бүгінгі үлкендердің күні болғасын, міне қандай құрмет көрсетіп жатыр. Жастарға көптен көп осындай рахмет айтқым келеді. Шара ұлттық қор жанындағы әлеуметтік жобаларды дамыту қоры мен Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының бірлескен 25 игі іс жобасы аясында өтті. Аталмыш жоба ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орайластырылған. Общенациональное движение 2050. Жоба мақсаты қозғалыстың белсенді мүшелерінің игі бастамалары арқылы тұрғындарды қайырымдылыққа үгіттеп насихаттау. 25 игі іс жобасы өткен аптада басталды. Facebook желісі арқылы эстафета ретінде жүреді. Алайда жоба тек 25 игі іспен ғана шектеліп қалмайды. Ұйымдастырушылар әлеуметтік желі арқылы эстафетаға мейлінше көп адамды тартамыз деп сенеді. Аяулым Айдаболова, басты жаңалықтар, Астана.